Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі алгебра пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосу және азайту. Балалар, сабақ барысында біз бірнеше тапсырмалар орындайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау. Сабақ мақсаты бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосады, азайтады. Бағалау критерийлері: оқушы оқу мақсатына жетеді, егер бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосады, бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді азайтады. Үй тапсырмасын тексеру. Ауызша тексереміз. Әріп пен сан сәйкес болатындай, әр бөлшекке тең бөлшек табыңыз. Ой қозғау. Қатені табыңыз. Берілген теңдіктерде жіберілген қателіктерді табыңыз. Жаңа тақырыпқа кіріспе. Бөлшектері қосып және алыңыздар. Балалар, бұл тапсырмада сіздерге ұсынылатын дескрипторлар. Жай бөлшектерді қосады, жай бөлшектерді азайтуды орындайды. Жаңа тақырып. Рационал бөлшектерді қосу және азайту, жай бөлшектерді қосу және азайту ережесі бойынша орындалады. Бөлімдері бірдей рационал бөлшектерді қосу ережесі. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу үшін олардың алымдарын қосып, алымына жазып, бөлімдерін өзгеріссіз қалдыру керек. Бөлімдері бірдей рационал бөлшектерді азайту ережесі. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту үшін азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, алымына жазып, бөлімдерін өзгеріссіз қалдыру керек. Бөлімдері бірдей бірнеше бөлшектерді қосып азайту үшін алымдардан құралған сәйкес алгебралық қосындыны жазамыз, ал бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. Алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуға мысал қарастырайық. Бірінші мысал. Берілген алгебралық бөлшектерді қосып, азайту үшін бөлшектердің алымындағы алгебралық өрнектерді қосу және азайту ережесі бойынша орындаймыз. Үшінші бөлшектің алдында минус таңбасы тұрғандықтан, бөлшектің алымындағы қосылғыштардың таңбасы қарама-қарсыға ауысады. Алымын ықшамдаймыз. Шыққан нәтижедегі алымы мен бөліміндегі көбейткіштерді қысқартамыз. Мәні 2-ден 1 шығады. Алгебралық бөлшекті қосу және азайтуға екінші мысал қарастырайық. Бірнеше бөлшектер берілген. Бірінші және екінші бөлшектің алымдарын қосамыз, ал үшінші бөлшектің алымын азайтамыз. Енді жақшаларды ашамыз. Жақшаларды ашқаннан кейін осы алымындағы қосылғыштарды біріктіреміз. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Ортақ көбейткіштерді алымы мен бөлімінде қысқартамыз. Енді алымында жақша ішіндегі қосындыға жақша алдында тұрған көбейткішті көбейтеміз. Нәтиже 2а қосылған 2b бөлінген а азайту b шығады. Алгебралық бөлшектерді қосып және алыңыздар. Балалар, бұл тапсырмада сіздерге ұсынылатын дескрипторлар. Алгебралық өрнектерді ықшамдауды орындайды. Алгебралық бөлшектердің бөлімінің таңбасын ауыстыра біледі. Алгебралық бөлшектердің алымының таңбасын ауыстыра біледі. Алгебралық бөлшектерді қосуды орындайды.
алгебралық бөлшектерді азайтуды орындайды. Осы есептерді талқылай отырып шығарамыз. Есепте таңба ауыстыру, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу ережесі, бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту ережесі қолданылады. Алгебралық бөлшектерді қосып және алыңыздар. Бұл есепте нәтиже осылай шығады. Жұп пен жұмыс. Балалар, номері 1-2 есепті жұппен орындаймыз. Дескрипторлары. Алгебралық өрнектерді ықшамдауды орындайды. Алгебралық бөлшектердің бөлімінің таңбасын ауыстыра біледі. Алгебралық бөлшектердің алымының таңбасын ауыстыра біледі. Алгебралық бөлшектерді азайтуды орындайды. Жұп пен жұмыстың жауабы. Енді сіздерге жеке өз бетінше жұмыс жасау ұсынылады. Қосуға және азайтуға берілген есептерді шешіңіздер. Жоғарыда көрсетілген ережелерді қолдана отырып орындаңыздар. Балалар, бұл тапсырмада сіздерге ұсынылатын дескрипторлар: алгебралық өрнектерді ықшамдауды орындайды, алгебралық бөлшектерді қосуды орындайды, алгебралық бөлшектерді азайтуды орындайды, бөлшектерді қысқартуды орындайды. Әркім өз нұсқасын орындайды. Қанекей балалар, өз беттерімен шығарған есептердің жауаптарын тексеріп алыңдар. Рефлексия. Балалар, бүгінгі сабақта не ұнады? Бүгінгі сабақта нені білдім? Бүгінгі сабақта нені үйрендім? Бүгінгі сабақта немен таныстым? Бүгінгі сабақта нені қайталадым? Бүгінгі сабақта нені түсіндім? Бүгінгі сабақ неге таң қалдырды? Осы сөйлемдерді толықтырамыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.